Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен тәп-тәтті ірімшіктің рецептін ұсынамын. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Үйде тұрып қалған сүт болса, тастамаңыздар. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Менде ашыған сүт болды. Сол сүтпен мен ірімшік жасадым. Өте дәмді шықты. Менде 1 литр сүт болды. Сүтті пісіреміз. Сүтіміз пісе бастағанда өзі осылай ашығаны өзі белгілі. Іртік болып шығады. Ешқандай айран құйған жоқпын. Тек сүтпен және қантпен ғана жасадым. Бір қатты қайнатып алып, жай отта осылай қызарғанша қайнатамыз. Және 1 шай ас қасық қант қосамыз. Ірімшігіміз қып-қызыл болып шығу үшін көп қайнату керек. Мен өте көп қайнатқан жоқпын. 3 сағаттай қайнаттым. Менде осындай түс болды. Менен марлыға құйып, суын осылай марлыға құйып, сығып аламыз. Астына түскеннен кейін дәл видеодағыдай жасайсыздар. Суын әбден сығып алғаннан кейін басқа ыдысқа саламыз. Дәл видеодағыдай бетіне осылай тарелка қойып, бетіне ауыр ыдыспен осылай бастырып қоямыз. Мен банканы қолдандым су құйып. Енді 1 түнге қойып қоямыз. Бізде 1 түн тұрды. Ірімшігіміз қатты, енді кесіп дастарханға ұсынамыз. Ірімшігіміз дайын, ас болсын. Маған тіркеліп қойыңыздар. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Егер мен рецепт ұнаса, маған лайк, комментарий қалдырыңыздар. Рахмет.